Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге небәрі 4 ингредиенттен тұратын осындай әдемі тәтті қытырлақ вафлидің рецебін ұсынгым келіп отыр. Ең алдымен табамызға еріп тұрған майымызды салып, оның үстіне 5 жұмыртқа жарып миксерлейміз. Сары майымыз бен жұмыртқамызды миксерлеп болғаннан кейін үстіне қант қосып, шамамен 3-4 минуттай миксерлейміз. Сидадан өткізілген ұнымызды біртіндеп қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Және біздің қамырымыз қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, осындай болу қажет. Вафельницамызды жақсылап қыздырғаннан кейін қамырымызды осылай салып, қызарғанша пісіріп трубочкаға ораймыз. Піскен вафлиңіздің ортасына қалауыңызша вареный сгущенка, крем, немесе тағы да басқа заттар қоссаңыз болады. Міне біздің вафлиміз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.